Қайырлы күн. Қонақ шақырғанда қандай салат жасаймын, не дайындаймын деп басыңызға идея келмесе, дәл осы салатты жасап көріңіз. 5 минутта дайын болатын, тек қана 4-ақ ингредиенттен жасалатын дәл осы салаттың рецебін білгің келсе, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қой. Еттің орнына дайын куриный руляда немесе колбасада қолдансаңыз болады. Егерде етпен жасағыңыз келсе, етті ұсақтап алып, жіңішке соломка етіп турап, оны майға қуырып, пісіріп аламыз. Етімізді жақсылап қуырылғанша қуырып, одан кейін бетін жауып, бетіне аз ғана су құйып, бұқтырып аламыз. Келесі сырды дәл осындай ұзын-ұзын соломка етіп тураймыз. Тұздалған қиярды да осындай көлемде ұзын-ұзын етіп тураймыз. Енді турап алған заттарды ыдысымызға дәл осылай етіп орналастырып, дәл ортасына майонез саламыз. Өте дәмді, әрі тойымды осындай салатымыз дайын. Бар болғаны 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Достар, менің каналымда осы салатпен қатар көптеген тез жасалатын, өте оңай жасалатын, қарапайым заттармен жасалатын түрлі салаттардың, әртүрлі выпечкалардың және де түрлі торттардың рецептері бар. Алдағы уақытта қажетіңізге жарайтын, өте жеңіл жасалатын осындай түрлі рецептер шығады. Барлық рецептерді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қой. Достар, рецеп ұнаса каналға тіркеліп, комментарий жазып, немесе осындай рецеп іздеп жүрген достарыңмен, құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа.